Хижап кийгим келеді, бірақ мектепке, колледжге кіргізбейді дейді. Бізде мынандай бір осындай сұрақтар кейде адамға екі түрлі пәтуа шығарады. Егер хижап тақпай ақ қой, мектепке бара бер десем мен, онда көрдің ба, бұл дінсіз дейді. Ал мен егер айтсам, мектепке бармай ақ қой, хижап тағып үйде отыр десем, көрдің ба, бұл радикал дейді. Сондықтан да осы екеуінің ортасынан жол табу керек деп ойлаймын. Екі түрлі қарау керек деп мен ойлаймын. Бірінші түрде діннің талаптары, діннің қағидаттары, діннің міндеттемелері тұрғысынан ешкім орамалды, енді хижап деп айту, бұл қазақтың құлағына түрпідей тиеді. Орамал деп айтайықшы, орамал тағу, бұл діннің жаңағы талабында жоқ деп ешкім айта алмайды. Әсіресе дін саласында жүрген адамдар мұны тіптен айта алмайды. Алайда біз зайырлы мемлекетпіз, құқықтық мемлекетпіз, ал көп жағдайларда, кейбір жағдайларда осы қоғамдық нормалармен, құқықтық нормалармен шариғи діни нормалар қақтығысқа түсіп қалатын жағдайлар болуы мүмкін. Сол кезде сіз қайсысы сізде басымдық болып жатса, соны жасайсыз. Яғни білім алу маңызды болатын болса, мамандық алу маңызды болатын болса, бала шағаны асырау, ертең бір мамандық иесі болу маңызды болатын болса, сіз заңның талаптарын орындауға тиіс боласыз. Мұсылман ретінде де, өйткені тәртіпке бағынған құл болмайды.